Барлығына сәлем, ағылшын тілін үйренгісі келетін жандар. Біздің бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы ағылшын тіліндегі such and so сөздері. Олардың сөйлемде қолданылуы және де қай кезде, қандай жағдайда сөйлемде келетіндігі, соның барлығын мысалдармен сіздерге бүгінгі сабағымызды ашық түсіндіріп беретін боламыз. Видео сабақты соңына дейін көруге кеңес беремін. Сонымен so and such сөздерінің қазақша баламасын айтып беретін болсақ, сондай, расында, шынымен, немесе өте деген сөздер арқылы түсіндіріледі. Енді сіздерге қазір сол сөздермен мысалдар келтіріп үйрететін боламыз. Сонымен мысал келтіретін болсақ, that dress is very beautiful. Бұл көйлек өте әдемі екен. Ал оған so сөзін қолданып мысал құрайтын болсақ, that dress is so beautiful. Бұл көйлек шынымен де әдемі екен. Расында өте әдемі екен. Расында өте деген сөздер арқылы so'ды осылай сөйлемде қолданамыз. Ал such сөзін қоятын болсақ, it is such a beautiful dress. Бұл көйлек шынымен де өте әдемі екен. Расымен де өте әдемі көйлек екен. So және such сөздерінің мағыналарында ешқандай айырмашылықтар жоқ. Тек қана олардың сөйлем барысында қолданылуы, яғни сөйлемге түскенде қалай орналасатындығы жайында ғана айырмашылықтар болады. Қалған жағында барлығы ұқсас келеді. So plus adjective, яғни сын есіммен байланысы. So сөзі сын есіммен қосылып келеді. So tall, өте ұзын. So hot, өте ыстық. So expensive, өте қымбат. So generous, өте жомарт. So wonderful, өте әдемі, сондай әдемі, сондай керемет. So friendly, сондай жақсы. Ал such сөзіміз plus an plus adjective plus noun, яғни such сөзі an және де adjective nounда қолданылады. Such a tall man, өте ұзын адам, сондай ұзын адам екен. Such a hot tea, өте ыстық шай, сондай ыстық шай. Such an expensive dress, сондай қымбат көйлек, өте қымбат көйлек. Such a generous man, сондай жомарт адам. Such a wonderful day, өте керемет күн, сондай керемет күн. Such friendly people, сондай мейірімді адам. Және де біздің сөзіміз adverb, яғни үстеумен қосылып сөйлем жасайды. Мысал келтіретін болсақ, so quickly, өте тез, өте жылдам. So slowly, өте баяу, өте ақырын. So carefully, өте мұқият. Енді сөйлемге қойып мысал келтіретін болсақ, he runs so quickly, ол сондай тез жүгіреді, өте тез жүгіреді. She walks so slowly, ол өте баяу жүреді, немесе сондай баяу жүреді. She speaks so carefully, ол өте ұқыпты сөйлейді, өте мұқият сөйлейді. Және де so қосылған many much және де noun зат есім, яғни so сөзінің many much саналатын, саналмайтын зат есімдермен сөйлемде жасалуы. Енді мысалмен түсіндірейік. So much work, өте көп жұмыс, сондай көп жұмыс. So many people, сондай көп адамдар. So much time, сондай көп уақыт. Және де so many books, сондай көп кітаптар, өте көп кітаптар. Енді сөйлеммен мысал келтіретін болсақ, I have so much work today. Бүгін менің өте көп жұмыстарым бар. There are so many people. Ол жерде өте көп адамдар бар екен. Немесе this work takes so much time. Бұл жұмыс өте ұзақ уақыт алады. So much time, сондай ұзақ уақыт. You have so many books at home. Сенің үйіңде өте кітаптар бар екен. Сондай көп кітаптар бар екен. Енді so сөзін such сөзіне ауыстыру арқылы сөйлемдер құраймыз. He is so generous. Ол сондай жомарт адам.
өте жомарт. He's such a generous man. Ол сондай жомарт жан. Яғни so сөзінен кейін so сөзін suchқа аудардық және оның алдына a артиклін қойдық және одан кейін man деген зат есімді қою арқылы so сөзін such сөзіне қарай ауыстырдық. Және де Алматы is so big. Алматы сондай үлкен. Алматы өте үлкен. Оны such сөзіне ауыстырып қолданатын болсақ, Алматы such a big city. Алматы өте үлкен қала. Сондай үлкен қала. Яғни біз big деген сын есімнен кейін city деген зат есімді қойып, so сөзін such сөзіне алмастырдық. That is so unlucky. Ол сондай сәтсіз. Оны such сөзімен алмастыратын болсақ, that is such bad luck. Ол сондай сәтсіз болды. Яғни luck сөзінің алдында bad сөзін қолдандық. Осылайша so'ды suchқа айналдырдық. This guy is so talented. Ол бала сондай дарынды. Ал such сөзіне алмастырып айтатын болсақ, he is such a talented guy. Ол сондай дарынды бала. He is such a talented guy. English is so beautiful. Ағылшын сондай әдемі. Ал оны such сөзіне алмастырып сөйлем жасайтын болсақ, English is such a beautiful language. Ағылшын тілі сондай әдемі тіл. English is such a beautiful language. Келесі my apartment is so cozy. Менің үйім сондай жайлы. Енді such сөзіне алмастырып сөйлем жасайтын болсақ, I have got such a cozy apartment. Менің үйім сондай жайлы үй. So сөзін such сөзіне айналдыру арқылы қалай сөйлем жасау керектігі сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осы мысалдар арқылы сіздерге көптеген мағлұматтарды бере алдық деген сенімдемін. Егер біздің арнамыздағы сабақтарымыз сіздерге шынымен де ұнайтын болса және де пайдалы болып жатқан болса, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңыздың өзі бізге үлкен қолдау болып табылады. Келесі сабақтарымызда кездескенше, goodbye.